Сіздермен оқушылар, сіздермен бірге мен әдеттегідей Ақжан. Енді алдыңғы сабақтарда мен ұлттық бірыңғай тестілеуден қазақ тілінен сабақтар бастап жүргіздім. Оны көрген боларсыздар мүмкін лексика саласына және де осы қазақ тілінен әдебиетінен қалай дайындалу керек ұлттық бірыңғай тестілеуге, сол туралы сіздермен әңгіме қозғаған болатынмын. Енді бүгінгі сабағымды мен әдебиетке арнағым келіп отыр. Әдебиетке ұлттық тестілеу орталығының көрсеткен мәліметтері бойынша енді 5-ші сыныбымыз бізде халық ауыз әдебиетінен басталады, фольклорымыздан. Сондықтан мен сол 5-ші сыныбымыздың кіріспесінен бастағым келіп отыр. Бүгін жалпы әдебиет туралы және халық ауыз әдебиеті туралы өтетін боламыз. Сондықтан сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Егер менің арнама тіркелмесеңіздер, онда міндетті түрде тіркеліңіздер. Енді жалпы әдебиет дегеніміз не? Әдебиет дегеніміз не? Әдебиет дегеніміз араб тілінен аударғанда үлгі сөз деген мағынаны білдіреді екен. Араб тілінен аударғанда үлгі сөз. Біздің айтып жүрген, жазып жүрген әдебиетіміз. Міне, үлгі сөз деген мағынаны білдіреді. Ахмет Байтұрсынұлы әдебиетке асыл сөз өнері деп баға берген. Енді біздің әдебиетіміз, қазақ әдебиетіміз өз ішінде бірнеше кезеңдерге бөлінеді. Алдағы уақытта мен сіздермен әңгіме қозғайтын 8 кезең. Оның бірінші кезеңі әдебиеттің кезеңдері. Бірінші кезеңі халық, әрине ол халық ауыз әдебиеті. Біздің фольклорымыз, біздің өміріміз. Одан кейін ежелгі дәуір әдебиеті. Ежелгі дәуір әдебиеті. Үшінші кезең қазақ хандығы тұсындағы әдебиет. Қазақ хандығы тұсындағы әдебиет. Төртінші кезең бізде 19-шы ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиет. Бесінші кезең 19-шы ғасырдың екінші жартысындағы әдебиет. Алтыншы кезең бізде 20-шы ғасыр басындағы әдебиет. Жетінші кезең кеңес дәуіріндегі әдебиет. Кеңес дәуіріндегі әдебиетіміз. 8-ші кезең қазіргі қазақ әдебиеті. Қазіргі қазақ әдебиеті. Міне, біздің әдебиетіміздің негізгі кезеңдері бірінші халық ауыз әдебиеті. Бүгін сіздермен әңгіме қозғағалы отырған мынау біздің фольклорымыз. Бүгін сіздермен өтетін тақырыбым. Екінші кезеңіміз ежелгі дәуір әдебиеті. Ежелгі дәуір әдебиеті 5-ші және 14-ші ғасыр аралығын қамтиды. Үшінші қазақ хандығы тұсындағы әдебиет. Қазақ хандығы тұсындағы әдебиет 14-ші, 18-ші ғасыр аралығын қамтиды. Одан кейін 19-ші ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиет, 5-ші кезең 19-ші ғасырдың екінші жартысындағы әдебиет, 6-шы кезеңі 20-ші ғасыр басындағы әдебиет, 7-ші кезең кеңес дәуіріндегі әдебиет, 8-ші кезең қазіргі қазақ әдебиеті. Осы кезеңдерді жазып жаттап алыңыздар, өйткені керек болады. Мысалға сізден сұрайды, қазақ хандығы тұсындағы әдебиет қай ғасыр аралығын қамтыды деген сияқты. Алдағы уақыттарда осы кезеңнің ішінің барлығын ашатын боламыз, шашатын боламыз. Халық ауыз әдебиеті. Бүгін сіздермен қысқадан нұсқа өтсем, ежелгі дәуір әдебиеті. Оның ішінде ежелгі дәуір әдебиетіне кімдер жатады? Көне мұралар, тарихи ескерткіштер.
Анау Орхон Енесейден бастап күлтегіннен байланысатын барлығын қамтимыз. Қазақ хандығы тұсындағы әдебиеттерді ол сіздермен бірге талқылайтын боламыз, ішінің барлығын ақтарамыз. Осы 8 кезеңнің сол сабақтарды жіберіп алмаңыздар. Өйткені ұлттық бірыңғай тестілеуде керек. Алдарыңыздан шығады. Енді бүгін сіздермен халық ауыз әдебиеті туралы сөйлесеміз. Халық ауыз әдебиеті дегеніміз бұл фольклор. Ауыздан ауызға тарап, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып жеткен біздің асыл мұрамыз, тарихымыз осы біздің фольклор. Бұл фольклор негізінде әмбебап өнер түрі, синкретті өнер түрі. Біздің бұл фольклорымызға сөз де жатады, сөз өнері де жатады, музыка да жатады, хореографияда, театрда шоғырланған біздің фольклорымызда. Сондықтан бұл әмбебап өнер түрі фольклор. Фольклор біздің талай ғасырымыздың жемісі, біздің өміріміздің негізгі бастауы, біздің тұрмысымыздың, баяғы қазақ халқының тұрмысын сипаттайтын негізгі біздің осы тарихымыз, осы фольклор. Сондықтан ол ауыздан ауызға тарап, ұрпақтан ұрпаққа бізге аманат болып жетті. Біздің фольклорымызда қоғамдық, әлеуметтік мәселелердің барлығы көтеріледі. Қоғамдық тап өкілдері, бай мен кедей арасындағы күрес, барлығы шынайы суреттелген. Бұл фольклордың бір ерекшелігі тек жақсы қасиеттер ғана, адамның жақсы қасиеттері ғана суреттеледі. Бұл фольклорда сүйкімсіздік жоқ. Барлығы тамаша қасиетпен суреттелген. Біздің қазақ ауыз әдебиетімізге нелер жатады? Біздің қазақ ауыз әдебиетімізге. Қазақ ауыз әдебиетінің түрлері. Оған бірінші тұрмыс салт жырлары жатады. Тұрмыс салт жырлары. Яғни, мынау біздің дүниеге келгеннен бастап өмірден өткенге дейінгі сүрген өміріміз көрсеткен әдет ғұрпымыз барлығы тұрмыс салт жырларына жатады. Абай Құнанбайұлы айтқан ғой, өлеңмен адам дүниесігін ашады өлеңмен жер қойнына кірер денең деген сияқты. Міне, оған мынау біздің шілдеханамыз, одан кейін мынау бесік тойымыз, жар, үйлену той, жалпы тұрмыс салт жырларында біздің өмірімізді кешкен сәттеріміздің барлығы осы тұрмыс салт жырларында көрсетіледі, айтылады. Екінші, тұрмыс салт жырларына жатады жұмбақтар. Одан кейін мақал-мәтелдер, одан кейін жаңылтпаштар, тарихи эпостық жырлар, лиро-эпостық жырлар, тарихи сөздер, тарихи жырлар, және де шешендік сөздер. Міне, біздің халық ауыз әдебиетіміздің түрлері: тұрмыс салт жырлары, жұмбақтар, мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар, айтыс өнері, айтыс жатады. Біздің фольклорымызға айтыс түрлері жатады. Эпостық жырлар, лиро-эпостық жырлар, тарихи жырлар, одан кейін мынау шешендік сөздер. Міне, осының барлығы біздің халық ауыз әдебиетіміздің түрлері.
Енді біздің ауыз әдебиетімізде мынау тұрмыс салт жырлары, одан кейін көңіл күйді білдіретін жырларымыздың барлығы лирикалық жанрға жатады. Ал мынау батырлар жырлары, ертегілер, эпостық ертегілердің барлығы біздің эпостық жанрға жатады. Яғни біздің халық ауыз әдебиетімізде лириканың екі жанры бар. Ол бірінші лирикалық жанр, екінші эпостық жанр. Енді біздің ауыз әдебиетіміздің ерекшеліктері қандай? Біріншіден, біздің ауыз әдебиетіміздің белгілі бір авторы болмайды. Бірінші ерекшелігі авторы жоқ. Шығарма ауыздан ауызға тараған сайын оның авторы ұмытыла бастайды, ұмытылып кетеді. Одан кейін бір шығарманың бірнеше нұсқасы кездеседі. Мысалға, Қозы Көрпеш Баян Сұлу жырының 15 нұсқасы бар сияқты. Үшінші, фонетикалық, лексикалық қайталаулар жиі кездеседі. Ал негізгі ерекшеліктері, мынау мен жоғарыда айтқан жаңағы шығармалардың белгілі авторы жоқ. Шығармалардың тұрмыс салт жыры, халық ауыз әдебиетіндегі жырлардың авторлары жоқ. Одан кейін бір шығарманың бірнеше нұсқасы болады. Міне, біздің ауыз әдебиетіміздің ерекшелігі осы. Жалпы айтар тақырыбымыз, айтар ойымыз бүгінгі осы. Кіріспе сабағымызды ұмытпаңыздар. Көбіне кездеседі жаңағы біздің қазақ әдебиетіміздің кезеңдері, одан кейін халық ауыз әдебиетіне жататын түрлер. Алдағы уақытта тест сұрақтарында жиі кездеседі. Сондықтан бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабағымыз бізде ежелгі дәуір әдебиеті. Ежелгі дәуір әдебиетінен бастап сабағымыз қиындай түседі, күрделене түседі, күрделене түседі. Сондықтан сол сабақтарды жіберіп алмаңыздар. Әр сабақ ұлттық бірыңғай тестілеудегі бір сұрақ. 10 сұрақ немесе. Сондықтан менімен бірге болыңыздар, менің арнаммен бірге болыңыздар. Егер сіз менің алғашқы көрерменім болсаңыз, егер сіз менің сабақтарымды бірінші болып көріп отырған болсаңыз, егер сіз менің арнама тіркелмесеңіз, таңдау пәніңіз әдебиет болса, қазақ тілінен біліміңізді шыңдағыңыз келсе, онда міндетті түрде менің Ақжан Ертай деп аталатын осы YouTube каналыма тіркеліңіз. Ал мен сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Білім шыңында биік жетістіктерге жетіңіздер деген тілегім бар. Егер ұсыныстарыңыз бен айтар пікірлеріңіз болса, төменге комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі сабақта кездескенше.